Мұрныңыз бітеліп, дем аламай, дұрыс ұйықтай алмай жүрсеңіз, үй жағдайында қандай ем жүргізуге болады? Достар, бүгінгі видеода сол туралы айтып өтпекпін. Видеоны соңына дейін көріңіз, лайк басып, комментарий жазып, қазақ тіліндегі каналдың өркендеуіне үлестеріңізді қоса отырыңыздар. Ал енді үй жағдайында не істесек болады? Бұрын бір видеомда үй жағдайында мұрын бітелуін осындай бір тәсілмен емдеуді көрсеткен болатын. Ал енді бүгінгі видеомда осындай бір құрылғы жайлы айтып өтпекпін. Бұл ыдысты кез келген аптекадан алсаңыздар болады. Аквамарис деген мынандай үлкен упаковкада ішінде тұздары бар. Әр пакетін бір осы ыдысқа салып, мойын жағындағы сызыққа дейін жылы су құйып, дене температурасындағы соны ерітіп, мұрныңызды шайып отырасыздар. Күнде кешкілік немесе жатар алдында шайсаңыздар болады. Мұрынды шайғаннан кейін қызыл майды жылытып, оны тамызып қойсаңыздар, сіздерге керемет ем болмақ. Ал енді осы нәрсені көбісі білуі де мүмкін, білмеуі де мүмкін. Білсеңіздер комментарийға білемін, қолданып жүрмін, немесе білмесеңіздер білмейтін едім дегендей жазып өтсеңіздер. Енді осыны қалай қолданып жасайтынын көрсетейік. Міне су араластырып болғаннан кейін мінекей осылай жасайсыздар. Сіздерге ем болсын, ауырмаңыздар. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. Достар, басқа қандай тақырыпта түсірсем болады, сол жайлы комментарийға жазсаңыздар болады.